келесі есепті қарастырайық. Мұнда былай дейді. 25 оқушы дейді. Бір тапсырманы 4 сағатта орындайды дейді. Осы тапсырманы 30 оқушы қанша уақытта орындайды дейді. Енді қараңдар. Бұны тура пропорцияны жасырып болмайды. Бұл жерде 25 болды, саны 30-ға бұл артты. Бірақ адам саны артқан сайын уақыт саны кемейді. Енді қараңдар, артқан нәрсені біз өзгертпейміз. 25 бөлінген 30 деп жазып аламыз. Тең деп, ал кемігенді керісінше айналдырамыз. X-ті жоғары жазамыз, 4-ті төмен қарай. Мұнан қысқартып жүрейік, 5-ке мұны 5 болады, мұны 6. Сонда 6-тан 5 тең болады X бөлінген 4-ке. Бұдан X-ті табатын болсақ, яғни пропорция бойынша көбейтсек, сонда болады былай. Тең болады 5 көбейтілген 4-ке бөлінген 6-ға. Мына қысқартамыз 2-ке, мына 2 болады, мына 3. Сонда болады 10-нан 3 болады. Немесе бұл 3/3-тен 1 сағат. Енді маған дәлірек жазғымыз келсе, 3-тен 1-ті 1 сағатта 20 минут бар, ол 60 минут бар. Көбейтеміз 60-ға, сонда 20 минутты береді. Немесе жазамыз 3 сағат 20 минут.